Барлығына ұнайтын жаңа жылдық дастарханның сәні оливье салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге қайнатылған ет қажет болады. Егер ет қоспасаңыз, колбаса қосып жасауға да болады. Осылай ұзынша етіп, майдалап, кубик етіп турап аламыз. Үш-төрт дана тұздалған қиярымызды алып, дәл солай төртбұрышты етіп турап шығамыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видео шыққанда ең алғашқы бірінші болып көретін боласыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттер мен түрлі мастер-класстың видеолары шығатын болады. Келесі кезекте картопымызды алдын ала қайнатып, суытып дайындап қоямыз. Соны төртбұрышты етіп турап шығамыз. Екі-үш дана қалауыңызша сәбіз қосасыз. Менде үлкен сәбіз болғандықтан тек қана бір дана қостым. Жұмыртқамызды да алып, дәл солай турап шығамыз. Үстінен горохымызды саламыз. Татымына қарай тұз қоссаңыз болады. Майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, біздің салатымыз дайын. Барлығына ұнайтын салат деп айтсам да қателеспеймін. Өте дәмді болып шығады. Оны өздеріңіз де білесіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір жаза отырыңыз. Алдағы уақытта қандай рецепт көргіңіз келеді? Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен болған Мадина.